Хлорелланы өзіміздің есте бассейндер бар, жана жабылып, бұл жерге негізі адам кіруге болмайды. Жана адамдар ішетін болғаннан кейін не деуші еді, стерилизованный бассейнде ол примерно бір ай, 2 ай дайындалады. Кәдімгідей балдыр деген жап-жасыл болып астына қойыланып, оны кейін кептіреді. Одан кейін жаңағы станокқа салып, таблетка күйінде шығарады. Сосын бәрі автоматты түрде ғой, автоматтан бөлінеді. Потом бутылкаға салады. Біз хлорелланы шығарып жүргенімізге примерно 10 жылдай болды ғой. Біз басында 10 жылдай болып қалды ғой, 2015-тен бастап шығаратынбыз сол. Сұйықтай пайдаландық, біз ішеп көріп, ең бірінші таблет шығарған кезде біздің анамыз ішкен. Біз бәріне айтамыз, мына ішіп көріңдер, хлорелланы ішіп көріңдер. Ешкім мынандай не істемейтін, не деуші еді. Бұл немене, балдырдың ішіп тұр, балуданың ішіп тұр деп істейтін да. Бірақ пайдасы көп екенін көп адамдар білмеді. Негізі пайдасы өте витаминдер бар. Ең бірінші таблет шығарған кезде анамыз, біздің анамыздың өте толып, постоянно құса беретін. Осы таблетканы қанша 2-3 ай ма ішіп көрді, вообще қазір қайтпайды, вообще құспайды. Сол таблетка өте тазарып кәдімгідей. Бәріміз шок болдық қой, ол қалай деп. Сосын адамдарға жайлап не істеп жаңағыдай түсіндіріп айтып көреміз, жақындарымызға беріп көреміз. 10 жылдан бері ешкім не істеген жоқ. Сосын сарт компаниясымен бірліктесіп отырып, қазір кәдімгідей елдерге айтып, бізге өйткені біз жаңа көршіге айтасың, жаңа туысқандарға айтасың, басқа ешкімге айта алмасын. Не болмады ғой. Жарнама бізде, жарнама болмады. Бәрі натуральный, таза суын ішсе де болады, оның кәдімгі жидкий түрінде ішсе де болады. Суспензия түрінде. Өте пайдалы. Менің оның бар ғой, даже жаңа көбісі айтады, шаңы бар ғой, шаңы мұрынға кетеді ғой. Кәдімгідей мына жерде ашып тұрған нелер бәрі. Гайморит де емдейді. Қазір көріп жатыр ғой, ол көп неге пайдасы бар. Негізі көп адамдар жаңа даже интернетте оқысын да болады. Негізі ең бірінші жаңа ардақ айтқандай Япониядан істеген ядерный оружие түскен шетелдер. Біздің жаңа профессор істеген кезде көп адамдар түсінбейді бұл негізі. Ішіп көрген кезде, действительно пайдасын көрген кезде адамдар айтады, оған дейін айтады ғой, 1000 рет көргенше бір рет, 1000 рет естігенше бір рет көр депші. Лучше ішіп көрсе, сосын ләззат болған кезде айтады. Мен қазір мақтағанмен не істемейтін шығар. Бірақ ішіп көрсе, действительно ләззат болады.